Бір ел, бір кітап республикалық акциясы бойынша биылғы жылға жерлес ақынымыз Қазақстан Республикасының әнұранының авторы Жұмекен Нәжбененов пен және жазушымыз әдебиеттанушы Тәкен Әлімқұловтың шығармаларын оқуға ұсынылды. Кітапханамызда жыл басынан көптеген шаралар насихатталып ұсынылуда. Көрнекті ақынымыз Жұмекен Нәжбененов қазақ руханиятымыздың темір қазығы, өр рухты поэзияның биік шыңы. Көптеген шығармалары ұлттың жаны мен сөзінің шежіресі. Жұмекен Нәжбененовтың өмір жолы мен шығармаларына тоқталатын болсақ, ақынымыз 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының халық аспаптары факультетінде оқыған. Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғарғы әдеби курсты бітірген. Еңбек жолын 1955 жылы Қарағанды шахтасында қарапайым жұмысшы болып еңбек еткен. 1959-1965 жылдары жазушы баспасында кіші редактор, 1965-1966 жылдары Республикамыз Лениншіл жас газетінде әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі болған. Алғашқы өлеңі Лениншіл жас газетінде 1955 жылы жарияланды. Ақынның 60 жылдардан бастап өлеңдері мен шығармалары, үш романы, аударма, кітаптары, жазушы, жалын баспаларына жарық көрді. Мысалы, Жұмекен Нәжбененовтың көптеген шығармаларының ішінде бір уыс нан шығармасының мазмұнына тоқталсақ, бұл шығармада соғыс жылдарындағы ауыл өмірі, ашаршылық пен жоқшылық кезеңі шынайы суреттеледі. Басты кейіпкер бұда ауыл баласы. Мектепке барып жүргенімен елде күнкөріс қиын, тамақ тапшы. Балалар аш құрсақ, тіпті бір уыс нанға зар болған. Оқушы балаға мектептегі мұғалім бір уыс нан береді. Сол бір уыс нан бала үшін үлкен байлық, қуаныш еді. Ол оны жемей анасымен бөліспек болады. Жолда келе жатып бір кішкентай аш баланы көреді де, бар қолындағы нанын соған береді. Бұл баланың мейірімі мен адамгершілігінің көрінісі. Яғни бұл жерде нанның қадірін білуіміз керек. Адамға жақсылық жасау, аштық пен соғыстың ауыр зардабын көрсету, адамгершілікке, қайырымдылыққа тәрбиелеу. Шығарма арқылы нанның қасиетін, мейірімділік пен жанашырлықтың маңызын түсіндіру. Қиын кезде бір-біріне көмектесу. Бұл шығарма соғыс кезіндегі ел тағдыры мен ұрпақ санасына із қалдырған ауыр кезеңнің шынайы көрінісі. Бұл әңгімеде ақын нанның қарапайым ғана тағам емес, өмір мен еңбектің, қасиетті ризықтың нышаны екенін әсерлі түрде жеткізеді. Бір үзім нанның артында үлкен еңбек, маңдай тер, дала мен диқан еңбегі жатқанын айтады. Ақын адамдарды нанды қадірлеуге, ысырап етпеуге, еңбекке, құрметтеуге қарауға үндейді.